Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге бүгін мини пиццалар дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Бізге керекті 1 стакан сүт құямыз, 1 ас қасық ашытқы қосамыз, 4 ас қасық қаймақ қосамыз, 1 жарты шай қасық тұз қосамыз, жұмыртқаның ақ уызын қосамыз, ары қарай ұнымызды құйып қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Бізге керекті қызанақ. Қызанақтарды майдалап турап аламыз. Кетчуп пен майонезімізді араластырамыз. Үстіне аскөк саламыз. Оның үстіне сарымсақ қосамыз. Міне соусымыз дайын болды. Ірімшікті үккіштен өткізіп аламыз. Міне қамырымыз да дайын болды, көтеріліп. Ары қарай қамырымызды жаямыз. Үстіне соусымызды жағып шығамыз. Үстіне қызанақтарымызды саламыз. Оның үстіне ірімшіктерімізді сеуіп шығамыз. Әрі қарай видеодағыдай ораймыз. Барлығын орап алып осындай қылып кесеміз. Табамызға салып, үстіне жұмыртқаның сары уызы мен 1 ас қасық сүтімізді араластырып, бетіне жағып шығамыз. Міне дайын болды. Достар, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Баршаңызға көп рахмет.